Саламатсыздар ма? Бүгін біз жаңа 3D бейне бағдарламасымен танысатын боламыз. Ол Mosaic деп аталады. Оған кіру үшін mozaweb.com сайтына кіреміз. Мінекей кірдік. Кірген кезде осындай терезелер шығады. Сонымен қатар жоғарыда тұрған медиа деген батырманы басамыз, 3D дегенді таңдаймыз. Сонда бізге осы 3D ішінде қандай шаблондар бар, соны көрсетіп шығады. Мінекей қараңыздар: химия, физика, технология, биология, математика, история, география, искусство секілді әртүрлі пәндерге арналған осындай үлгі шаблондар тұр. Осылардың барлығын біз қоса аламыз. Мінекей подаркалардың суреті тұрған, сыйлықтың суреті тұрғандар, ол тегіндер ашып қолдана береміз. Ал подаркасы жоқ, сыйлығы жоқ шаблондар ол ақылы болып келеді, бірақ біз аккаунтқа кіргеннен кейін 5 түрлі шаблонды тегін қолдана аламыз. Мінекей қараңыздар. Егер 5 түрлі шаблонды қолданып болғаннан кейін басқа аккаунттан кіріп, қайтадан тағы да 5 түрлі шаблонды ашып қолдана берсек болады ары қарай. Мінекей география пәніне кіріп көрейік, физика пәні. Мінекей әртүрлі пәндерге арналған қажетті интерактивті тақтаға қосатын шаблондар берілген. Мінекей все деген таңдайық. Мінекей адамның бейнесі, құлақ, әртүрлі жануарлар. Барлығын өзіміз қалауымызша таңдаймыз. Мысалы, құлақты басып көрейік. 3D загружается дейді. Бұны кішкене күтуіміз керек болады. Сол себепті бұл бағдарламаға кіретін кезде интернет желісі жақсы болу керек. Мінекей енді загрузите деген батырманы басып, өзімізге M3D Viewer деген бағдарламаны жүктейміз. Мінекей, яғни құлақты бастым, загрузите деген батырманы бастым. Сонымен қатар Google аккаунтпен кірсек болады. Мінекей YT деп әдеттегенше өзімнің Google аккаунтына кіремін. Мінекей кірдік. Мына жердегі барлық терезені толтырып шығамыз. Мінекей бастым. Енді мен Google аккаунтыма кіру арқылы осы аккаунт активация жасаймын. Яғни Google аккаунтыма ссылка келеді. Сол ссылканы басу арқылы активация жасап қою керек біз. Мінекей кірдік. Мінекей әртүрлі тапсырмалар, дайын тапсырмалар шаблондары бар мұнда. Барлығын ашып көріп, қолдан көрсеңіздер болады. Енді біздің бағдарламамыз жүктелді. Оны установкасын жасап болғаннан кейін қайтадан медиа бөліміне кіріп, өзімізге қажетті 3D объектіні таңдаймыз. Мінекей. Мінекей, мысалы, біз технологияны таңдайық. Технологияның ішіндегі 3D печать деген таңдайық. Мінекей басамыз, открыть 3D деген басамыз. Яғни бағана бізде бағдарлама жоқ кезде бұндай жазу шықпаған еді. Енді бағдарламаны орнатқаннан кейін открыть деген жазу шықты. Мінекей бетінде де 5 түрлі шаблон тегін қолданылсын деп тұр. Яғни сыртында сыйлығы жоқ 5 түрлі шаблонды тегін қолдана береміз. Ал сыйлығы барларды тегін қолдана береміз. Мінекей загрузка болып жатыр. Загрузканы соңына дейін күтеміз. Мінекей ашылды. Енді навес экран қосып, интерактивный тақтада, интерберсленді тақтада осының барлығын жақындатып, алыстатып, балаларға түсіндіре берсек болады. Астындағы әртүрлі FDM, яғни принтерлердің түрлері тұр. Соның барлығын басып, жеке-жеке құрылымдарына кіріп, балаларға түсіндірсек болады. Сонымен қатар бұл бағдарламаға өте жақсы компьютер керек. Яғни анимациясы үлкен көлемді болып келеді. Мінекей осылай балаларға құрылымын барлығын түсіндіре аламыз. Сонымен қатар бұл бағдарламаның ұялы телефонға да жасалған версиясы бар. Яғни ол Mosaic 3D App деп аталады. Соны ұялы телефонға орнатып алып, тегін түрлерін болмаса жаңағы аккаунтымызға кіру арқылы 5 түрлі әртүрлі шаблонды тегін көрсете аламыз. Назарларыңызға рахмет.